айлығы аяқталып отыр. Өздеріңізге белгілі 1 наурыз бұл бүкіл дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні. Биылғы азаматтық қорғаныстың республикалық өзінің ұраны болды. Бұл ұран ұлттық экономиканы сақтау үшін күшті азаматтық қорғаныс. Бұл халықаралық ұйымға 97 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаулысымен заң енгізіліп, қолданысқа енгізіліп, сол заңның аясында біз мүше болып енген болатынбыз. Осы азаматтық қорғаныс айлығы барысында біршама ірі көлемді іс-шаралар атқарылып өткізілді. Соларға біршама тоқтап өтейін. Облыс аумағында білім беру мекемелерінің оқушылары, студенттер мен ұстаздардың қатысуымен балалық бақыт шақты қорғау, үйдегі қауіпсіздік және табиғат өмір көзі атты облыстық аудандар мен қалаларының байқау конкурстары өткізіліп, олардың жеңімпаздары анықталып, облыстық деңгейде жарыс қорытындыланып, марапаттаулар болды. Сонымен қатар жалпы цифрларға тоқталып өтетін болсақ, интерактивті сабақтар өткізілді. Оған 118 мектеп қатысып, 1170 оқушы қамтылды. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында 78, баспаларда 33, әлеуметтік желілерде 184 және жергілікті теле радио каналдарда 5 рет сөз сөйлеулер ұйымдастырылды. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі облысымыз сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Осыған байланысты 5000 дана жер сілкінісі кезіндегі іс-қимыл ережелері тақырыбында жадынамалар таратылып, сондай-ақ барлық дерлік ұйымдар мен мекемелерде сейсмикалық оқу-жаттығулар ұйымдастырылып өткізілді. Дүниежүзілік азаматтық қорғаныстың күнін насихаттау мақсатында 28 дана баннер әзірленіп, көрнекті жерлерде облысымыздың қалалар мен аудандарының орталықтарында орнатылды. Сонымен қатар, енді біз осы азаматтық қорғаныс ардагерлерін де ұмытпадық. Бұл іс-шаралардың аясында олардың барлықтарын жинап, үлкен құрметпен қошемет көрсеткен болады. Жалпы қауіптің бәрі